Сәлем достар, сіздермен Айғаным, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тойымды үгітілмелі қамырдан дайындалатын самсаның рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ерітілген сары май мен қаймақ керек. Осыларды ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз да, үстіне ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Самсаның қамыры жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болу керек. Енді осы қамырды 10 минуттай қоя тұрамыз. Міне біздің қамырымыз 10 минуттай холодильникте тұрды. Енді барлығын бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Мен салмасын алдын ала дайындап қойдым. Салмасына сиыр етінен фарш және пияз қостым. Енді қамырды домалақ пішінде жайып аламыз. Ортасына салмасын салып, самсамызды түйіп шығамыз. Осылай жан-жағына әдемілеп басып шығамыз да, видеода көрсетілгендей ғып әдемілеп өргендей ғып түйіп шығамыз. Самсалардың барын тура осы видеода көрсетілгенде түйіп шығамыз. Сонда біздің самсамыз өте әдемі көрінетін болады. Барлық самсалардың бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым және де кунжут септім, ақ және қара. Осылай біздің самсаларымыз өте әдемі көрінетін болады. Енді осы самсаларды қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 30-35 минуттай қойып пісіріп аламыз. Міне достар, біздің үгітілмелі қамырдан дайындалған самсамыз дайын, өте дәмді әрі тойымды болып шықты. Отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Айғаным. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар.